Алма құртылып бара жатырса, дәл осындай қылып жем жасасаңыздар болады. Әрі балаларға нанға жағып берсеңіздер болады. Жасау үшін бізге ең алдымен осындай алмалар қажет болады. Желінген алмалар болса да тазалап кесіп жасасаңыздар болады. Алдымен осылай бөліктерге бөліп, ішіндегі керек емес ластарын тазартып аламыз. Барлық кесілген бөліктерін осылай блендерге салып, үстіне су құйып, жақсылап барлығын езіп аламыз. Блендерге су құймасаңыздар да бірінші алманы езіп алып, содан кейін барып үстіне су құйсаңыздар болады. Мен осылай жасадым, алма мен суды бірге ездім. Барлығын езіп болғаннан кейін осындай қылып табаққа құямыз. Сіздерде блендер болмаса, ет тартқышпен де өткізіп алсаңыздар болады. Бетіне шыққан көбіктерін осылай бір қайнағаннан кейін алып тастаймыз, немесе алмасаңыздар да болады. Енді үстіне 4 ас қасықтай шекер салып араластырамыз. Бір қайнағаннан кейін арасында 2 рет, 3 рет араластырып тұру қажет. Дайын болғаннан кейін оттан аламыз, осындай қоюлануы керек. Дайын болғаннан кейін суытып, балаларға нанға жағып берсеңіздер болады, немесе шаймен жесеңіздер өте дәмді болып шығады. Жаз мезгіліне байланысты осындай жеңіл дайын болатын тәттілермен бөлісемін. Лайк қалдырып кетуді ұмытпаңыздар.